Баршаға сәлем, менің YouTube арнама қош келіпсіз. Бүгін мен сіздерге баклажан қосылған өте тойымды, дәмді және оңай жасалатын салаттың рецептін көрсететін боламын. Қысқа арнап жапсаңыз болады, немесе күнделікті үйге жеуге қолдансаңыздар да болады, қыздар. Ең алдымен жұмысымызды баклажандарды жақсылап жуып алып, үлкен болса 4-ге, ал менікі сияқты орта размер болса 2-ге бөліп алып, үстінен тұз салып, салқын су құйып 1-2 сағатқа қойып қоямыз. Баклажанның ащысы шығу керек. 2 сағаттан кейін суын төгіп тастап қолдана берсек болады. Енді қызып тұрған майымызға пиязды салып, сарғайғанша қуырып алып, үстіне жаңағы баклажандарымызды саламыз. Баклажандарды кішкене формасын жоғалтқанша кішкене қуырып алып, үстіне теркадан өткізген сәбіз, болгар бұрышын және де ащы бұрышты қосатын боламыз. Барлығы біраз қуырғаннан кейін, 5-10 минут қуырылғаннан кейін үстіне мясорубкадан өткізілген немесе блендерден өткізіп болса да помидорды қосып бір араластырып жібереміз жақсылап. Қосатын барлық заттың мөлшерін описанияға қалдырып кететін боламын, сондықтан міндетті түрде описанияға қарап алсаңыздар болады. Және де осыны араластырғаннан кейін кішкене уақытқа бір қайнағанша қалдыратын боламыз. Қатты отта, басында қатты отта дайындаймыз, кейін бір қайнаған кейін отты жай қоямыз. Бір қайнағаннан кейін үстіне осылай туралған чеснокты және де тұзды салатын боламыз. Қыздар, негізі шекер салдым мен. Сіздер шекерді ұнатпасаңыз салмасаңыз да болады, бірақ помидордың қышқылдығын алады, шекер салуды ұсынар едім, қыздар. Үстіне лавр жапырағын және де осындай бүтін қара бұрыштарды салып жіберіп араластырып қоямыз. Жай отта 45 минуттай қайнату керек. Пісуіне 15 минут қалды деген кезде осылай зелендерді қосасыздар. Қалаған менде укроп пен бұл жерде кинза, осыларды салдым. Және де бұл пісем дегенше банкаларды парттап алсаңыздар болады. Осылай банканың крышкаларында қайнаған суға салып, банкалар жақсылап булап аламыз. Буланып дайын тұрған банкаға осылы икраларымыздың барлығын құйып жауып тастаймыз, немесе күнделікті жеуге холодильникке салып қойсақ та болады, қыздар. Менде осы жерде барлығы банкада көрсетілген. Банканың бетін кәдімгі закрывашкамен жауып, осылай тексеріп көреміздер. Төңкеріп қойып, бір түнге суытып алып қоямыз. Міндетті түрде жасап көріңіздер, өте дәмді болып шығады. Қыста ең өтімді салат десем де болады. Менің арнама жазылмаған болсаңыз, міндетті түрде жазылып алыңыздар. Ас болсын.